Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақерке. Бүгін мен сіздерге осындай керемет творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда талай тағамдардың, выпечкалардың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға осындай бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай крошки, яғни ұнтақ күйінде үгітіп аламыз. Одан кейін қант, сосын разрыхлителімізді салып, осылай міне ұнтақ күйінде болып тұру керек. Қанша граммнан екенін мен описанияға жаза кеттім, сол жерден қараңыздар. Ал енді творогқа қантымызды, 2 жұмыртқамызды салып, вилкамен араластырып, артынша миксермен жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып болдық. Бұл кішкене түйіршік болып тұрады, ол ештеңе етпейді. Ал енді жаңағы массамызды теңде 2-ге бөліп аламыз. Ал енді осылай пергамент қағаздың үстіне бірінші массамызды саламыз. Жақсылап формаға келтіріп, одан кейін жаңағы творогымызды үстіне аз-аздан салып, жан-жағының бәріне жағып шығамыз. Ендігі кезекте екінші массамызды осылай үстінен әдемі формасын құртпай жақсылап салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің творожный пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.